Амансыңыздар ма? Денсаулықтар жақсы ма? Осы кісі не айтар екен деп отырсыңыз ба? Біз әдеттегідей тегін сабақ группасы деген бастаймыз. Бұған кімдер қосылу керек? Бұл жасың 18-ге толған болса, 70 жасқа дейінгі аралықтағылардың барлығы қосылып көруге болады. Сен жұмыс жасайсың ба, жасамайсың ба? Бізге ол маңызды емес. Бұл жұмыс жасап жүрсеңіз де, күнде бос уақытыңызда күніне 2 сағат сабақ көрсеңіз, едәуір нәтижеге шығасыңыз. Қосымша ақша болады сізге. Қазіргі уақытта ақшаның ешқандай артықшылығы жоқ. Ақша көп болса, сонша жақсы. Соның үшін жұмыс жасап жүргендеріңіз болса да, осыған күнде тіркеліп сабақ көрсеңіз, ары қарай табысқа шығып кете аласыңыз. Бұл көбіне жұмыс жасамайтындар, жұмысы жоқ, жұмыстан шығып қалған, босап қалған, жұмыстан денсаулығына байланысты шығып қалғандар, зейнетке шыққандар, енді зейнетке шығып алып, көп адамның денсаулығы жақсы. Ары қарай жұмыс жасасам ба екен деп жүрген адамдарға осы қолай. Бұл үйден шықпайсың, үйде жатып, күніне 2 сағат сабақ көресің, сабаққа тіркеліп. Сосын қалған уақытта өз шаруаларыңызбен бола бересіңіз. Сіздерге күнімен сабақ көрің, бізге тіркелгеннен кейін ешқайда шықпаң, жұмыс жасамаң деп айтылмайды. Біз ешкімді үгіттемейміз. Бос жүрген адамдар болса қосымша ақша тапсын деп айтып жатқанымыз. Қаржы кредит дегендерден құтыласыңыз. Қазір барлық адам білет, барлық жерде белгілі. Қазір халықтың барлығы несие мен кредитпен оңышып отыр. Сонымен күнін көріп отыр. Енді ол алмақтың салмағы бар деген, оны төлеу керек. Оған ақша жоқ. Азғандай ақша келеді, оны жеткізе алмайсыңыз. Балабақшаға балдарыңыз, солардың ақшасын төлеу керек болады. Қазір қыс келді, сабаққа барады, балабақшаға баратын балдардың киімін алып беру керек. Соларға ақша керек, ақшаны жеткізе алмайсыңыз. Ақша табасыңыз, көп адамдар табысыңыз аз. Қазір жұмыс жоқтықтың кесірінен амалсыздан такси болып жүрген адамдар бар. Охранада жұмыс жасап жүргендер бар. Басқа жерде жұмыс болмағаннан кейін 50-60 берсе де соған қанағат тұтып жүргендеріңіз бар. Соларға өте қолайлы. Көп ойлана бермей осы сабаққа тіркеліп көрсеңіз, сіздің алдыңызда да көп адамдар тіркеліп сабақ көрген. Олар қосылып көрейік, ұнамаса шығып кетерміз деп тіркеліп сабақ көріп, қалып қойып, білімін жетістіріп, оқы деген кітаптарын оқып, табысқа шығып кетіп жатқандар бар. Негізінде сабақ, егер тіркелесіңіз, көресіңіз, 1 жылдан 3 жылға дейін көру керек. Мектепте де 10 жыл оқыдыңыз ғой. Сонда да алған біліміңіздің арқасында қазір дипломдарды алып алып, оқып бітіріп, дым бітірмей сол диплом үйде жатыр ғой. Қазір сенің дипломың болғанмен сені жұмысқа алмайды. Сенің ар жақта тірейтін адамың болу керек, көмектесетін. Болмаса ақшаң болу керек. Болмаса қазір сен жұмысқа кіре алмайсың. Бұл өте керемет. Бұған бас жасайтын, осы уақытқа дейін жұмыс жасаған жоқпын ғой, сірә бостан бос жүрмін ғой, тауып жүрген ақшамда несиеме жетпейді, аз ғой дейтін адамдар болса, қосылып көрсеңіз өте керемет. Бұл көп ойланудың қажеті жоқ бұған. Тіркеліп сабақ көріңіз, ақшалы болыңыз, бай болыңыз, несиелеріңізді алдыңыз керек уақытында, енді соны төлеуге қашып жүрсіңіз, одан қашпаңыз. Үкіметтен алынған затты сіз қалай да қайтарасыңыз. Сол есіңізде болсын. Соның үшін мен төменге WhatsApp нөмірімді қалдырып кеткенмін, соған өздерің қосыла берсеңіздер болады. Қосыла алмаймыз дегендеріңіз болса, WhatsApp нөміріңізді қалдырып кетсеңіз, мен сіз тегін сабақ группасына қосатын болам. Ақша таппай несиесін жаба алмай жүрген адамдарға көмектессе екен деген оймен тегін сабақты сіздерге айтып отырмыз. Әркімнің өз еркі, өз таңдауы. Қосыламыз десеңіз, қосылыңыз, қарсы емеспіз. Жоқ, мен қосыла алмаймын, көрмеймін, маған керек емес, ұнамайды десеңіз, ол өз еркіңізде. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.